Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Біз бүгін музей-қорықтың сол жағалық кешенінде Шеберлер қалашығында тұрмыз. Бүгін біз сіздермен бірге Шеберлер қалашығында Шығыс Қазақстан облысы суретшілерінің сомдаған мүсіндері деп аталатын экспозициядан онлайн экскурсия жүргізетін боламыз. Олай болса, назарларыңыз бізде болсын. Көрме тақырыбы Шығыс Қазақстан суретшілерінің сомдаған мүсіндері деп аталады. Көрмеге 20 ғасырдың 70-90 жылдарындағы Шығыс Қазақстандық суретшілердің жасаған түрлі мүсіндік туындылары қойылған. Бұл туындылар Шығыс Қазақстан облыстық сәулет этнографиялық және табиғи ландшафтық музей-қорық қорына тиесілі. Экспозицияда әртүрлі тақырып бойынша Қазақстан Республикасының және КСРО суретшілер одағының мүшелері, өскемендік суретшілер Самайловтың, Рапопорттың және Кальшаевтың туындылары кеңінен көрсетілген. Назарға ұсынылған барлық бұйымдар сапалы әрі өзгеше жолмен жасалуымен ерекшеленеді. 20 ғасырдың соңғы ширегіндегі Шығыс Қазақстандағы мүсін өнерінің даму жайында жалпылама түсінік беретін бұл туындылардың көрерменге берер әсері мол.